Қырыққабат адам ағзасына, әсіресе асқазан ішек жолының дұрыс жұмыс істеуіне, сөл бөлуіне жақсы әсер етеді. Ағзадағы зат алмасуды жақсартады. Дененің терісі шектен тыс майлы болғанда қырыққабатты қолдануға болады. Осы видеода сол жөнінде айтатын боламыз. Арнаға тіркеліп қойыңыздар. Пайдалы кеңестерді жоғалтып алмас үшін. Қырыққабаттың бірнешеуін кесіп алып, 250 мл суда 10-12 минут қайнатады. Суыған соң жақсылап сүзіп алады. Дайын болған тұнбаға мақта батырып, дененің майлы жерлеріне, бетке, мойынға, қолтыққа жағады. Күніне бірнеше рет қайталауға болады. Бұл процедурадан кейін тері тазарып, құрғап, өңі кіріп қалады. Сонымен қатар тершеңдікті азайтады. Егер теріде ұсақ саңылаулар болса, онда жуынудан 10-15 минут бұрын тұздалған қырыққабаттың шырынын жаққан дұрыс. Ал бет-аузыңыз шектен тыс майлы болса, қырыққабат пен қиярдың езіндісін жағуға болады. Сонымен қатар, қышқыл қырыққабаттың шырыны беттің секпілі мен пигменттік дақтарды кетіріп, әрін кіргізеді. Оң нәтижеге жету үшін процедураны күн сайын жасау керек. Дәкені алып, қырыққабат шырынын алып, беттің дағы бар тұсына 10 минуттай басып тұру керек. Назар аударғаныңызға рахмет.